Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 21-ші сабағымыз еселік салыстыруға берілген есептер. Біз өздеріңе белгілі алдан айырмалық салыстыруға берілген есепті білеміз, айырмалық салыстыру. Айырмалық салыстыруда балалар біз айырмашылығын тапқан едік, бірінші сынып оқушылары мен екінші сынып оқушыларының арасындағы айырмашылықты. Дәл сол сияқты айырмашылығын ал, енді бүгін балалар еселік айырмашылығын табатын боламыз. Еселік айырмашылығын тапқанда балалар, оны біз еселік салыстыруға берілген есеп деп атаймыз. Не деп атайды екенбіз? Еселік салыстыруға берілген есеп. Яғни еселік айырмашылығын анықтайтын боламыз бүгін. Енді еселік салыстыруға берілген есеп, міне әдеттегідей өздеріңнің оқулықтарындағы бала топтық жұмыс есепті шығар дейді. Қолөнер бұйымдары көрмесінде 8 жүк аяқ, міне жүк аяқ және 16 сандық болды. Мынада сандықтың 16-сы болды дейді. Көрмеге қойылған сандықтар жүк аяқтарға қарағанда неше есе артық дейді. Есе артық деп тұр, яғни жүк аяқ пен сандықтың арасындағы еселік айырмашылығын балалар сұрап тұр. Енді қараңдар, біз қазір жазам, сабақтың барысында түсіндіремін, жақсы ма? Бізде көрмеде тұрған, қолөнер бұйымдар көрмесінде тұрған жүк аяқ 8. Яғни нақты мәлімет 8 жүк аяқ бар екен, Енді жүк аяқ 8 деп жазамыз. Өйткені ол нақты мәлімет. Жақсы ма? Және 16 сандық болды. Сандық та нақты 16 екен, ешқандай артық, кем, қысқа деп тұрған жоқ. Демек 16 сандық. Жазамыз, екеуі де нақты мәлімет. Жүк аяқ 8, сандықтың 16 екен. Енді бізден сұрап тұр. Біз шартын болдық балалар. Қараңдар. Енді сұрағына өтеміз. Көрмеге қойылған сандықтар жүк аяқтарға қарағанда неше есе артық дейді. Балалар, біз бұл жерде мына есе артық деген сөзге мән береміз. Ал егер де бізге жай ғана сандықтар жүк аяқтарға қарағанда нешеуі артық десе, ол жай ғана айырмалық салыстыру болар еді. Балалар, айырмашылығын ғана табатын едік ол кезде үлкен санды кіші санға азайту арқылы, Ал енді бүгін балалар неше есе артық деп тұр. Есе деген сөз қолданып тұр. Бірақ неше есе артық дегенді біз білмейміз ғой, қанша есе артық екен. Біз белгісіз есе артық деп шартқа сұрағын осылай түсіреміз. Бірақ стрелкасын былай қоямыз. Бір-бірінен айырмашылығы, еселік айырмашылығы деген сөз. Қандай айырмашылық екен балалар? Еселік айырмашылығы. Демек стрелканы қойдық, бір-бірінен неше есе артық, белгісіз есе артық, яғни сандық жүк аяққа қарағанда неше есе артық деп тұр. Сұрағын жазамыз, стрелкасын қоямыз. Шарты бітті, сұрағы бітті, енді шешуіне келдік. Өздеріңе белгілі, егер айырмашылығын сұрап тұрса, жай ғана айырмалық салыстыруда біз үлкен санды кіші санға азайттық қой. Дәл сол тәсілді қолданамыз, бірақ есе деген сөз жүргенде балалар, біз үлкен санды кіші санға бөлеміз. Яғни 16 мен 8-дің бөлінісін тауып, 2 есе артық екенін біз табамыз сандықтың. Өйткені сандық 16, жүк аяқ 8. Мына жерде қарап тұрсаңыз, мына жерде жүк аяқ 8. Мына жерде тағы да 8 сандық болса, сол сияқты тағы мына жерде 8 сандық бар деген. Яғни осы 8-дің екеуі деген мағынаны білдіреді. 2 есе деген. Демек есе артық па? Белгісіз есе артық болып тұр ғой. Біз бөлу амалы арқылы еселік айырмашылығын табамыз. Демек, балалар, бұл еселік салыстыруға берілген есеп деп аталады. Демек, 2 есе артық деп жауабына жазады екенбіз. Енді ереже, бір санның екінші саннан неше есе артық, немесе неше есе кем екенін білу үшін үлкен санды кіші санға бөлу қажет. Болмаса, өзіміз түсінікті ретінде сандардың еселік айырмашылығын табу үшін үлкен санды кіші санға бөлеміз. Яғни еселік айырмашылық дегеніміз бір-бірінен неше есе артық, не болмаса неше есе кем. Екі жағдайда да біз үлкен санды кіші санға бөлу арқылы табамыз. Енді қараймыз, 45 саны 9-дан неше есе артық? 9-дан неше есе артық деген сөз 9-ың тағы нешеуі бар деген мағынаны білдіреді балалар. Біз мағынасын түсініп алуымыз керек. Жарай ма? Демек біз жандай неше есе артық болса да, неше есе кем болса да, яғни белгісіз болып тұр ғой.
айырмалық салыстыруға, яғни еселік айырмашылығын табу үшін біз үлкен санды кіші санға бөлеміз. 45-тің 9-ға бөлінсін, ал мына жерде 28-дің 7-ге бөлінсін. Демек, еселік айырмашылығын осылай табамыз, яғни бөлу амалы арқылы орындаймыз. Қандай амал арқылы орындайды екенбіз балалар? Бөлу амалы арқылы. Тамаша. Ал енді есеп өзі қалай аталады екен? Біз нені таптық? Еселік айырмашылығын таптық. Тамаша. Біз еселік айырмашылығын таптық. Ал енді есебіміздің өзі еселік салыстыруға берілген есеп деп аталады. Келесіде есепті шығар. Көрмеде 8 қыш құмыра және одан 3 есе артық тоқыма кілемдер болды. Көрмедегі қыш құмыралар кілемдерден қанша кем? Енді бұл кішкене күрделеніп кетеді. Сол үшін біз мәтінді өзіміз үйренгенімізде, қалыптасқанымыздай әрбір мәліметті, жеке мәліметті жеке оқып аламыз. Нақты мәліметтерді ажыратып аламыз, жарай ма? Өйткені біз бірінші не белгілі, не белгісіз, не сұрап тұр ажыратуымыз керек қой. Сол үшін көрмеде 8 қыш құмыра. Көрмеде деп жазбаймыз, осы жерден бір мағына бітіп тұр. Яғни қыш құмыраның 8 екені туралы нақты мәлімет. Демек, қыш құмыра 8 деп жазамыз. Өйткені 8 екені нақты. Одан 3 есе артық тоқыма кілемдер болды. Балалар, енді менде сұрақ. 3 есе артық болса, тоқыма кілем белгілі ма, белгісіз ба? 3 есе артық, яғни құмырадан. Әрине белгісіз. Тамаша. Біз оны тоқыма к деп қысқартып жазамыз, тоқыма кілемдер деген сөз. Енді белгісіз болатын болса, міндетті түрде сұрақ белгісін қоямыз. 3 есе артық. Одан 3 есе артық тоқыма кілемдер болды. Яғни 3 есе артық. Енді бізден онымен де сұрағымыз біткен жоқ. Көрмедегі қыш құмыралар кілемдерден қанша кем дейді. Енді сұраққа келсек, есе деген сөз жоқ, байқадыңдар ма? Бірақ құмыралар кілемдерден қанша кем деп, құмыра мен кілемдердің айырмашылығын сұрап тұр. Бала, шатаспаймыз. Еселік айырмашылығын емес, жай ғана айырмашылығын. Демек, бұл жерде есе деген сөз жоқ болғандықтан біз солай деп пайымдаймыз, жақсы ма? Егер де есе кем десе, онда бізден еселік айырмашылығын сұрап тұрған болар еді. Онда біз бөлу амалын қолданар едік. Ал енді бұл жерде есе деген сөз жоқ, біз жай ғана айырмашылығын сұрап тұр. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз деп пайымдаймыз, жақсы ма? Ал енді бірінші тоқыма шартын сұрағын қойдық, енді шешуіне келдік. Бірінші сұрақта тоқыма кілем, яғни 3 есе артық деп тұр. Қыш құмырадан 3 есе артық деп тұр. Бұл кезде біз көбейту амалын қолданамыз. Өткен сабақта мен түсіндіргем, есе деген сөз жүрген жерде балалар қосу азайту қойып қоймаңдар. Жарай ма? Бұл жерде көбейту бөлу амалдар жүреді. Жарай ма? Есе артық болғаннан кейін, әрине артық деген балалар ол көп деген мағынаны білдіреді. Есе артық деген сөз есе көп деген, яғни біз көбейту амалын қолданамыз. Әрине 8 бен 3-тің көбейтіндісі қаншаға тең? 24-ге. Тамаша. Енді бірінші сұраққа біз жауап беріп болдық. Балалар, енді екінші сұраққа келеміз. Екінші сұрағымыз қыш құмыралар кілемдерден қанша кем деп айырмашылығын сұрап тұр. Міне стрелка қандай көрдіңдер? Белгісіз кем. Жай ғана айырмашылығын сұрап тұр. Демек, біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Ережені ұмытып қалма, жақсы ма? Айырмашылығын табу үшін істейді екенбіз. Жай ғана айырмашылығын табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Тамаша. Ал еселік айырмашылығын табу үшін есе деген сөз болғанда ұмытпайтын бір нәрсе. Есіңе түсірші, еселік айырмашылығын сұрағанда біз әрине үлкен санды кіші санға бөлеміз. Егерде еселік айырмашылығын сұраса, жақсы ма? Демек, 16 құмыра кем деп жауап береміз.